Эмоцияны тоқтатудың бірнеше тәсілдерін талдайық. Жалпы эмоция автоматты іске қосылатын реакция. Ал негативті эмоцияларымызға, яғни реніш, ашу, қорғыныш, мазасыздық, өз-өзіңді кінәлау сезімі, осыларға бізге кері әсер беретін деструктивті маятниктер жабысады. Вадим Зеланд бұны мысал ретінде былай келтіреді. Мысалы, бір жерге асықтық делік, кешігіп қалудан қорықтың. Сол сәттен бастап бәрібір саған қарсы ұйымдастырылғандай. Әдейі машиналар жай жүріп қалады. Шығып немесе кіріп жатқан кез есікке адамдар жиналып өтуге кедергі жасап қалады. Лифті жүріп кетеді, немесе сен сыймай қаласың. Қажет затыңды ұмытып кетіп, қайта бару керек болады. Кептеліске тап болып қалуы мүмкін. Бірақ әдетте бұл жолда кептеліс болмайтын, немесе бұл уақытта кептеліс болмайды. Бұл ситуацияларды өзім асыққан соң осылай маған көрінген шығар деуіміз мүмкін. Бірақ лифтінің істемей қалуы, машинаның ота алмай қалуы ше. Маятниктің әсері бар. Жалпы маятникті энергетикалық информациялық құрылым дедік қой. Яғни сен өзім асығып тұрғанда деп ашуланған сайын негативті эмоциямен осындай ситуацияларды тарта бересің, бірінен соң тарта бересің. Бұл жай мысал. Сен өз өміріңнен қарап көрші, негативті эмоция сезінген жағдайларда бірінен соң бірі қасақана болып кеткен жағдайларды есіңе түсір. Кез келген нәрсеге немесе ситуацияға қандай реакция, эмоция беруді біз өзіміз таңдаймыз негізі. Бірақ біз автоматты түрде реакция беріп кетеміз де, өтіп кеткеннен кейін бұлай айтпауым керек еді, немесе басқаша жасауым керек еді деп отырамыз. Кейде таңғаламыз, қалай жасағанымды білмей қалдым деп. Сонда біз эмоцияны емес, эмоция бізді басқарады. Негативті эмоцияларымызды тоқтатуға тырысып көрейік. Бірнеше жолын қарастырамыз. Бірінші, іштей стоп деу. Бұл стоп сөзі мен эмоциямды тоқтату үшін айтып жатырмын деп түсіну керек. Стоп сөзін кез келген сөзбен ауыстырып өзіңізге ыңғайлы қолдансаңыз болады. Бірақ сөздің мағынасы осы негативті эмоцияны тоқтату үшін айтып жатырмын деп қабылдауыңыз керек. Эмоция көтерілген сәтте сана 1 минутке үзіледі. Осы секундта маятникке энергия бармайды, өзімізде қалады. Екінші тәсілі денеңді сезінуге ауысу. Аяқ қолдарында жалпы денеңді сезіну. Ол үшін бір саусағыңды алып, кез келген жеріңді ұстап көр, келмей сипасаң, сен екі сезімді сезесің. Сен саусағыңмен тиіп жатқан денеңді сезесің, екінші денеңде саусақ сезінесің. Екінші терең тыныс алу. Тыныс алған кезде терең 2-3 рет тыныс алыңыз, әр фазасында пауза жасаңыз, немесе санасаңыз да болады. Сөйлеп жатқан кезде сілке жиналып қалады. Өйткені біз автомат түрде сөйлеп жатқан соң жұтына алмай жатамыз. Сілкеде бір жұтынып сезініңіз, өзіңіз жұтыңыз. Және қалай қайтадан соның орнына сілекейдің бөлініп жиналып жатқан сезінесіз. Дене сезімін сезіну, ол мен айтып жатқанда емес, сіз пауза қойып, сіз жасап көріңіз. Байқайсыз, сіз ол көңіліңіздің кәдімгідей қандай ситуация болса да бүйтіп басқа нәрсеге бөлінген байқайсыз. Вот осы бөлінген кезде сана қазіргі сәтке келгенде эмоция автоматты түрде әлсірейді. Тағы бір жолы эмоцияны өзімен теңестірмеу. Іштей айтыңыз. Қазір эмоция шықты, бірақ бұл мен емес. Эмоция бұл сияқты келеді, кетеді, ал мен аспан. Сол дистанция эмоцияны әлсіретеді. Бұл тәсілдерді білу ештеңе бермейді. Егер біз оларды қолданысқа түсіре алмасақ, ол үшін алдымен өзімізді сезінуді үйренуіміз керек. Біз негативті эмоцияларды тоқтату үшін бірінші негативті эмоция тұрғанымызды сезінуіміз керек. Жалпы соңғы рет ашуланғаныңызды есіңізге түсіріңізші. Сол сәтте сіз өзіңіздей бола алмай қалдыңыз. Солай ма? Ашу адамның санасын жауып тастайды. Кейбір әрекеттеріміз байқамаймыз. Сондықтан ең бірінші дағды өзіңізге сұрақ қою. Мен қазір не сезіп тұрмын?
қандай жағдайда тұрмын. Қызығы, жанымыздағы адам мазасыз болса, оған не болды деп сұраймыз. Яғни байқаймыз оның мазасызданғанын, бірдеңе ұнамай тұрғанын, ашуланып тұрғанын. Ал бірақ өзімізден байқамай да қаламыз. Ал өзіміздің ішіміздегі мазасыздықты көп жағдайда байқамаймыз. Өзіңді сезіне бастағанда, эмоция сен емес, сен эмоцияны басқарасың. Бізге кері әсерін беретін деструктивті маятниктерге ілінбеудің басқа да жолдарын трансфер бірге зерттейді.